Барша несие алушылар тезірек көрсін. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басын ұмытпаңыз. Енді қазақстандықтар несиені бірден ала алмауы мүмкін. Сенат депутаты Сергей енді қазақстандықтар 3,7 миллион теңге несие алғысы келсе, жұбайының рұқсаты керегін айтты. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында халықтың шамадан тыс кредит алуын азайтуды көздейтін заң мәжіліске қайтарылды. Сенатор құжатқа енгізілген негізгі нормаларға тоқталды. Енді ерлі-зайыпты кредит алуды жоспарлашса, 3,7 миллион теңге несие алған жағдайда екеуінің де келісімі керек. Сондай-ақ кредитті төлеу мерзімін 90 күннен кешіктірсеңіз, онда сізге банкте микроқаржылық ұйымда несие бермейді. Бұл шаралардың барлығы халықтың шамадан тыс кредит алуын төмендетуге бағытталған, дейді Сергей. Сондай-ақ заңға енгізілген түзетулерге қатысты қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Олжас Кизатов түсініктеме берді. Біріншіден, сенатор Сергей айтқандай, нормативті құқықтық акт аясында 3,692 мың теңге 3,692 мың теңге деңгейінде болуы керек деп анықтадық. Бұл шамамен 3,7 миллион теңге. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату оң жасаумен тең екенін ұмытпайық.